Ілияс Есенберлин деген жазушымыз осы қазақ тарихына, қазақ хандары, билерінің, батырларының тарихын жазуға кірісті. Ол үшін не істеді? Ол кісі Қонаевқа келді, Қонаевқа жолықты. Ол кісі тағы бір ерекшелігі Қонаевтың. Ол кісі Ілияс Есенберлиннің түрмеден шығып келгеніне қарамастан, енді адам болғаннан кейін неше түрлі басында жағдай болады ғой. Ол кісі есеп-қисаптан қателік жіберіп түрмеге түскен екен. Содан бас азаттығын алып шығып келген кезде Қонаев оны түрмеде отырған деп жеркенбей, жатырқамай қабылдап, жазушы баспасына директор қойды. Сол кезде Ілияс Есенберлинге қанат бітті, қолдауды түсінді, сөйтіп тарихты зерттеуге көшті. Ол үшін жаңағы сол құжаттарды алатын архивтер болады ғой. Соған рұқсат сұрады Қонаевтан. Қонаев оған барлық жерде есік ашты. Жасыл жарық жасап берді. Жасыл жарықты жағып берді. Міне сол кезден бастап ол кісі мынау көшпенділер деген трилогия кірісіп, абыроймен аяқтап шықты.